Қайырлы күн, оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кейіпкердің костюмын өзгерту. Сабақта үйренеміз. Жаңа нысан құруды, спрайттың костюмын ауыстыруды, циклдер қолдануды. Жаңа сабақты бастамастан бұрын өткен тақырыпты есімізге түсірейік. Оқушылар, алдымызда көрсетілген терезе қандай бағдарламаның терезесі? Дұрыс айтасыздар, Scratch бағдарламасының. Берілген мысық Scratch бағдарламасында не деп аталынады? Жақсы, спрайт, кейіпкер деп аталынады. Осы спрайтымыз мен кейіпкеріміз орналасқан ақ облысты не деп атады? Дұрыс айтасыздар, сахна. Кейіпкерді қозғалысқа келтіруде қолданылатын, суретшінің палитрасына ұқсайтын скриптілерді таңдау облысы қай жерде орналасқан? Дұрыс айтасыздар. Скриптілерді таңдау блогы. Скриптілер облысын көрсетіңіз. Дұрыс айтасыздар. Скриптілер облысы. Балалар, біздің барлық кейіпкерлеріміз сақталынатын облысты не деп атадық? Кейіпкерлер деп атады. Жақсы, жарайсыздар. Оқушылар, келесі спрайтқа назар аударайық. Енді келесі спрайтқа. Екі спрайт арасындағы айырмашылықты көріп тұрмыз ба? Иә, бірінші спрайтымыздан қарағанда, екінші спрайтта мысықтың қолы көтеріңкі, аяғы бүгулі орналасқан. Яғни, біздің берілген спрайтымыз қозғалыста. Балалар, костюм дегеніміз осы спрайттың қозғалысын жасауда қолданылады. Кейіпкердің немесе нысанның костюмын өзгерту дегеніміз оның қозғалысын жасау болып табылады. Ал анимация дегеніміз нысанның қозғалысы немесе өзгерісі, дене қозғалысының динамикасын экранда бейнелеу тәсілі болып табылады. Анимация жасауда Scratch бағдарламасында келбет блогын қолданамыз. Келбет блогының негізгі 4 командасын атап өтелік. Бірінші команда арқылы біз сахна фонын көрсетілген фонға ауыстыра аламыз. Екінші команда арқылы костюмнің мәнін кері қайтарамыз. Үшінші команда арқылы костюмді ауыстырамыз. Төртінші команда арқылы келесі костюмге ауыстыруға болады. Scratch бағдарламасында спрайтты қозғалысқа келтіргенге цикл командалары да қолданылады. Цикл дегеніміз іс-әрекеттің бірнеше рет қайталануы. Бүгін циклдың екі командасымен танысатын боламыз. Бірінші командасы қайталау, екінші командасы әрқашан. Қайталау командасының әрқашан командасынан айырмашылығы, қайталау командасында берілген сан мөлшер бойынша іс-әрекет қайталанады. Ал әрқашан қайталау командасында әрқашанда командаларды қайталап отырады. Оқушылар, енді өзіміздің Scratch бағдарламасында бірінші скриптімізді жасап көрелік. Ол үшін бағдарлама белгішесін тінтуірдің сол жағы арқылы 2 рет шертіп ашамыз. Алдымызда Scratch бағдарламасының терезесі пайда болады. Scratch бағдарламасының тілін өзімізге ыңғайлы қылу үшін жер шары батырмасына барып тілді ауыстырамыз. Жер шары батырмасын басамыз. Төменге қарай тінтуірді жылжыту арқылы керек тілді таңдап аламыз. Өзімізге қажетті спрайтты таңдау үшін новый объекті жеріндегі мына батырманы басамыз. Бұл батырма арқылы Scratch кітапханасындағы спрайтты таңдауға мүмкіндік туады. Бірінші тұрған спрайт Эббиді таңдайық.
Ол үшін тінтуірдің сол жақ батырмасы арқылы үстінен 2 рет шертеміз. Эбби пайда болды сахнада. Керек емес спрайтты удалить ету үшін кейіпкерлер бөлімінде спрайтты ерекшелеп, тінтуірдің оң жақ батырмасы басамыз, удалитті таңдаймыз. Эбби спрайтының костюмдерін көру үшін костюмы бөлімшесіне барамыз. Эббиде 4 костюм бейнеленген. Егер де бізде тағы да 5-ші костюм керек болған жағдайда қылқалам суретін басамыз. Бұл жерде біз растрлық және векторлық кескіндерді сала аламыз. Қылқалам арқылы салуға, сызықшалар арқылы әртүрлі кейіпкерлердің бөліктерін салуға, төртбұрыш фигурасын салуға, домалақ фигурасын салуға, текст жазуға, фигураның ішін бояуға, жылжытуға, көшірме жасауға болады. Және өшіргіш арқылы өшіруімізге де болады керек емес бөліктерін. Және де кейіпкердің костюмдерінің аттарын да өзгертуге болады. Бірінші кейіпкердің аты Эбби деп тұрса, біз оны жай ғана бірінші кейіпкер деп өзгертуімізге болады. Енді кейіпкерімізге скриптілер құрып көрелік. Ол үшін скриптілер облысына бізге керекті скриптілерді алайық. Бірінші керекті скрипті ол бізде оқиғалар блогында орналасқан. Ол жасыл туды басқанда командасын әкелеміз. Екінші команда бізде қимыл қозғалыс көк түспен бейнеленген. Бұл жерде орналасқан. Бізге қажетті командалар алдыға 10 шаг жүру, шетке барғанда бұрылу, стиль вращения командалары қажет. Екінші, бүгінгі тақырыпта өткен костюмді ауыстыру командалары керек. Ол үшін түр блогына барамыз. Келесі костюм, следующий костюм және сәлем сөзін айту. Келесі бізде бүгінгі сабақта өткен цикл командаларын алу керек. Ол үшін оқиғалар басқару блогына барамыз. Әр қашан цикл командасын және қайталау цикл командасын аламыз. Скриптілер блогына біз барлық қажетті скриптілерді алып келдік. Енді ретімен орналастырайық. Бірінші цикл командасы әр қашанды басқару командасына орналастырамыз. Және келесі цикл командасын әр қашан цикл командасының ішіне кіріктіреміз. Одан кейін алдыға 10 шаг жүру командасын қайталау цикл командасының ішіне кіріктіреміз. Және келесі костюмді ауыстыру командасын орналастырамыз. Одан кейін шетке барса қайту, вращение және сәлем сөзін 2 секунд бойы айту. Hello сөзін сәлем сөзіне ауыстыру үшін меңзерді hello сөзінің үстіне қойып, өшіреміз және сәлем деп жазамыз. Балалар, скриптілерге назар аударсақ, бірінші тұрған циклдың ішіне екінші цикл командасын енгіздік. Бұл екінші орналасқан цикл командасы бірінші цикл командасының ішіне орналасқандықтан кіріктірілген цикл командасы деп те атауға болады. Енді скриптімізді іске қосайық. Ол үшін бірінші командада айтылғандай жасыл туды басамыз. Жақсы, жарайсыздар. Балалар, сіздер де осы скриптті өз нұсқаларыңызбен құрап, маған түсіріп жіберсеңіздер болады. Тапсырма. Оқулықта 14-ші беттегі сұрақтарға жауап берейік. Сұрақтарға жазбаша жауап жазу. Бейнероликте көрсетілген мысал бағдарламаны Scratch бағдарламасында жасап көр және жасаған жұмысыңды маған видеоға түсіріп жібер. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.